Сәлем достар, бүгін біз суши жасаймыз. Суши жасау үшін бізге қызыл балық тұзға піскен, қияр, сүзбелі ірімшік, күріш керек. Және күрішті пісіру үшін су, кішкене тұз, күріш уксусы, соя соусы және кішкене сұйық май керек. Және соямызды орау үшін, сушимызды орау үшін мұндағы нори жапырақтары керек. Сонымен ең алдымен біз күрішті пісіріп алудан бастаймыз. Күрішті жақсылап жуып аламыз. Күрішімізді жуып алдық, қайнататын ыдысымызға саламыз. Және оған жарты шай қасық көлемінде тұз қосамыз. Күріш уксусын қосамыз. Бір ас қасық көлемінде, 1,5 қоссаңыздар да болады. Және оған қайнап тұрған судан 1,5 кесе және сұйық май араластырамын 1 қасық. Барлығын аса қатты емес, майы араласатындай етіп араластырамын. Және бетін жауып, пешті қосып 20 минут көлемінде пісіремін. Алғашқы уақытта қатты отқа қоямыз. Қайнаған кезде бірден отты орташаға түсіретін боламыз. Күрішіміз пісті. Пешті өшіріп, күрішімізді суытамыз. Күрішіміз суыды, пайдалануға дайын. Мұндағы нори жапырақтары, яғни біздің орағышымыз. Оны 2 бөлікке бөліп алып пайдалануға болады. Бірақ мен оны 2 бөлікке бөлмеймін. Бір бөлігін осылай түгел пайдаланам. Мұндағы бір беті тегістеу, бір беті кішкене кедір бұдыр. Тегіс бетін мынандай полиэтиленді қалтаның бетіне қоямын. Және оның бетіне 1 ас қасық соя соусына 3 ас қасық су құйып, мұндағы жапырақтарымызға жағып шығамыз. Мұнда мен ұстап тұрған нори жапырақтарынан бетіңізге маска жасайтын болсаңыз да керемет әсер береді. Бетіңізді жуып, тазалап, кішкене суға салып тұрып, 1,5 минуттай, жарты минуттай да емес, тіпті 10 секундтай салып алып, бетіңізге жабыстыра қойсаңыз, өте керемет маска шығады. Мынау суланды, оның бетіне күрішімізді салып шығамыз. Күрішті барлық жерге салмаймын, мен жарты бетіне салам. Барлығын түгел істейтін болсақ, ол өте үлкен болып кетеді. Енді оған мұндағы ұзыншалап туралынған семгамызды саламыз. Бір-бір ұзынша қияр саламыз. Мұндағы сүзбелі ірімшігімізден де салып шығамыз. Салып алдық. Енді осының барлығын мұқият орап шығамыз. Орау өте мұқияттылықты талап етеді. Осы әдіспен барлығын бірнеше осындай орам жасап шығамыз. Біздің осы барлық жасағандарымыздан 5 ролл шықты. Және оларды кесеміз. Өте өткір пышақ болған жөн кесу үшін. Қоңтар. Мен егер жегін. Мама. Жегін алғашқысын кесіп тастаймын, өте кішкене. Қалғандарын осылай бірдей, мүмкіндігінше бірдей етіп кесіп аламын. Тәрелкемізге саламыз. Бір тегіс ақ ыдысқа, бір түсті ыдысқа салған. Әлдеқайда әдемі көрінеді. Және ұзынша ыдыстарға. Бұнда кесудегі лайфхак, пышағыңызды салқын сумен сулап алсаңыз. Вау, не киіп алғансың? Жақсы кесіледі. Бітінде қалма? Аузыңды ашма.
Аузыңа сал жейін деп жатырмын ғой. Зереге ұнады, Зере жеп алды уже. Біреуін кесіп алдық. Балалар жеді, балаларға ұнады. Біздің роллдарымыз дайын, қазірдан адамын көреді. Ой, бісміллә. Шушыларымыз. Қазір мен сені түсірем. Шушыларымыз ролл деген ол қазақ, шушылар деген орысша. Давай. Ала ғой. Не үшіншісін жеп жатсың, 6-шы сушы жеп жатсың, е, қазір? Настайға аса ұнай қоймайды, е, суши? Ортасындағы қияр ғана ұнайды, е? Сау болыңыздар. Астарыңыз? Астарыңыз дәмді болды. Астарыңыз дәмді болсын. Дұрыстап айт. Астарыңыз дәмді болсын. Я? Сау болыңыздар, дәмді суши өздеріңіз де дайындарыңыздар.